Еліміздегі эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандырумен қатар инфекциямен күрес жолында өз тәжірибелерімен бөлісу үшін Ресейден 30-ға жоқ дәрігер келген болатын. Науқастарды емдеуге көмек көрсету үшін Ресейден келген дәрігерлердің 6-ы Шымкент қаласына ат басын тіреді. Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Ербол Садыр қарсы алып, қаламыздағы ауруханалардың жағдайымен таныстырды. Ну, не знаю, как грязно-чистая зона, но то, что вот с грязно-чистой сама организация, она как-то больше похожа на российскую вариант, как все пошло. Да, и потом это полностью медперсонал, да, сразу обеспечили СИЗом. Вот где вот дневные стационары, да, там полностью, да, и их озадачено, это считайте, что грязная зона. И только это СИЗа туда, там обслуживают. Чтобы самое главное нам было вопрос, самое главное обеспечить, да, безопасность. Шетелдік мамандардың арасында инфекционист, эпидемиолог, реабилитолог дәрігерлері бар. Мамандардың айтуынша күндіз науқастарды емдесе, кешкі уақытта тәжірибелік сағат ұйымдастырылмақ. Айта кетейік, ресейлік дәрігерлер Шымкентте 3 тамызға дейін жұмыс істейді. Бұл негізі инфекционист деген қазіргі кезде нағыз осы бүгінгі коронавирусқа байланысты тікелей қызмет жасайтын мамандар осы кісілер. Одан кейін жаңағы анестезиолог, реаниматолог деген бұл жаңағы ауыр жағдайдағы, өте ауыр жағдайдағы азаматтармен жұмыс істейтін мамандар. Біз осы арнайы денсаулық сақтау министрлігіне осындай сұраныс жасағанбыз. Бізге осы бірінші қажеттегі осы ауыр жағдайдағы азаматтарға байланысты жұмыс жасау, и одан кейін мынау қазіргі кездегі біздің қабылданып жатқан осы мынау емдеу тәсілдеріміз қаттамаға сәйкес жасалып жатқан жұмыстар, осының барлығын жаңағы арнайы инфекционисттер келіп бізбен бірлесіп жұмыс жасаса, жаңағы тәжірибе алмасса да, соған байланысты келіп жатқанымыз. Ауруханаларда жұмыс жасайды, одан кейін күніге бір мезгіл кешке жақын ол уақытын арнайы бекітеміз. Сол енді сол тәжірибесін бәрін көргеннен кейін, соның бәрін мастер-класс ретінде басқа онлайн басқа дәрігерлердің бәріне соны айтады. Надеемся, что поможем нашим коллегам решить те проблемы, которые они считают у них есть на данный момент. Учитывая наш небольшой уже опыт работы в Нур-Султане, я думаю, что мы достигнем каких-то результатов, поскольку за это мы благодарим. Прием очень гостеприимный, общение очень открытое, и находиться у вас в стране очень комфортно. Наша бригада включает в себя и реаниматологов, и инфекционистов, включая детского инфекциониста. То есть, по большому счету, мы пытались так сбалансировать группы, чтобы отвечать на многопрофильные вопросы, которые возникают при лечении таких пациентов. Ну, сейчас на данный момент в нашей стране, скажем так, эпидемия идет на спад, стационары здравоохранения планово переходят в обычный режим. Единственное, что сохраняется при поступлении пациента некоторый, скажем так, эпидемиологическая настороженность, но в принципе мы возвращаемся к обычной жизни и не сомневаемся, что через какое-то время, в ближайшее, вы тоже начнете возвращаться в ваши стационары и оказывать уже помощь по тем профилям, которые не должны оказывать. Зарина Қалиева, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.